Мына моңғолдардың, жоңғарлардың, қалмақтардың бұл тарихтан не себепті жойылып кетті деген сұрақ бар. Себебі оларда дін болмаған. Жаңа айтқанымыздай бір жатырдан шыққан әпкесін, қарындасын, анасын зорлап тастай беретін болған, қосыла беретін болған. Ал бізде не себепті қалдық десек, бізде дін болған. Бұл дін жалпы бір сөзбен айтқан кезде тәрбие. Ал бұл біздің ата-бабамыздан бері қарай келе жатқан дін бізден кейін қалады ма, қалмайды ма сұрақ. Ал бізден кейін бұл дін қалмайтын болса, ата-анасына қасірет шектіретін ұрпақтар көбейеді. Жаңа наркоманы бар, трансы бар, гейі бар, проституткасы бар, алқашы бар, ата-анасын қарттар үйіне өткізетіні бар. Бір болмайтын бір передашағы бар, жаңағындай тайлақ болып баратыны бар, арсыз, намыссыз ұрпақтар көбейеді. Ал бұл дін сізбен бізден кейін ұрпақтарымызға қалатын болса, бұлардың саны жойылып кетпесе де, бұлардың саны азаяды. Неге? Себебі Алланың несі бар, уәдесі бар, ата-ана разы, Алла разы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, ата-анасы тірі бола тұра, ата-анасының разылығын ала алмаған перзент жәннаттың иісін иіскемейді. Күйеуге айтады, үйде ерлі зайыпты болса, әйелің саған аманат дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи соңғы құтпасында айтып кетті, әйелдерің сендерге аманат, міндетті түрде қияметте Алладан сұраласыңдар деді. Әйелін айтты, сенің күйеуіңе мойынсұнуың саған парыз деді. Соның қызметін қылуын, соның разылығын алуын. Қазір кейбір кісілер бар ғой, жаңа біздің анау ағаларымыз бар, біздің енді әйелім анау 50-ден асқаннан кейін екінші маман болып қалды ғой дейді, жаңа екінші маман болып қалады деген ғой дейді. Бұл қате сөз негізі. Бұл сөзді айтқан адамнан дұрыс ұрпақ шықпайды негізі. Себебі неге? Қазыбек би атамыз мына бір оқиғасы бар. Анау Қазыбек би атамыздың бір ауыл шауып кетеді жаңа қалдан серен. Бірақ ешкім жарақаттамайды. Мақсат Қазыбек биді алдына келтіру. Сонда алдына барған Қазыбек би айтады ғой, не мәселеде шақырдың айт деген кезде қалдан серен айтады, біздің мақсатымыз сендерден ұрпақ көру дейді. Сонда мына сөз Қазыбек биден қалған сөз екен, жиен ел болмас деген. Жиен ел болмас дейді. Сендерге беретін қызым жоқ, берем десеңдер ұлым дайын дейді. Қай ұлыңа бересің десе, мен 1,5 балам бар. Қалай сенде 1,5 бала бар, сенде 5 бала бар деп естідік қой десе, Қазыбек би айтады, Қазыбек биден кейін үлкен ұлы Бек болады да би болған. Менің үлкен ұлым Бек болатым дейді. Менің үлкен ұлым Бек болатымды бірге теңеймін дейді. Себебі әйел бала шағасына да, еліне де, жеріне де сөз өтеді. Әйел бала шағасына да, еліне де, жеріне де қызмет етеді. Ал қалған 4 ұлымды жартыға теңеймін дейді. Себебі әйел бала шағасына да, еліне де, жеріне де сөз өтпейді дейді. Қазір бізде бүтін еркек емес, жарты еркектер көбейіп кеткен. Сол жарты еркектерді сіздер сияқты әпкелеріміз, қарындастарымыз дүниеге алып келіп жатыр. Біз дайындауымыз керек, біз шығаруымыз керек, біз реттеуіміз керек, біз жүйеге қоюымыз керек. Сол кезде иншалла Алла қаласа дұрыс ұрпақ шығады. Елге, жерге, отанға қызмет ететін, Раббысын танитын, Раббысының разылығы үшін анау ата-анасын жүзіне қуаныш сыйлайтын ұрпақтар шығады. Сол себепті біз осы Қонаевтың тарихымен толық өздеріңіз мәлімет жинайсыздар, кітапханаға барасыздар ма, жаңа интернетке қарап оқисыздар ма, кітабын сатып аласыздар ма. Осы тарихты бір айдың ішінде, 15-не дейін бір айдың ішінде өзімізге керек бүкіл толық мағлұматты жинап шығамыз. Қайдан қарайсыздар, қалай аласыздар, қайдан көресіздер, қайдан іздейсіздер, барлығын өздеріңіз көріп шығасыздар. Сонымен 15 апрель күні Алла қаласа біз уақытын жазамыз. Келесіздер, арнайы орны бәрін белгілейміз. Жаңа тест бойынша белгілейсіздер, болмаса сол сұраққа жауап жазасыздар өздеріңіз. 2 вариант, екеуін біреуін қолданамыз. Болмаса өзі сол жауапты өзі жазатын қылып қоямыз. 4 варианттан бәрі түгел жауап беретін сияқты ғой жаңа. Бәрі толық жауап беретін сияқты. Бұл мынандай нәрсе ғой, әпкелер, қарындастар, бауырлар, бұл нәрсенің астында жатқан нәрсе, болашаққа қармақ лақтыру деген нәрсе.
Қазіргі адамдардың ойы, түсінігі саязданып кетті қазір. Тек қана бір ай болмаса бір жыл, одан артық ойламайды ешкім. Мақсат жоқ, ниет жоқ. Әркім өзімен өзі ғана. Абай атамыздың сөзі бар ғой, ақымақ адам әлемде өзінен басқа ешкімді көрмейді дейді. Біз өзімізден басқа ешкімді көрмей қалған адамдармыз. Ал ақылды адамға бұл өмірдің өзі насихат дейді. Бұл өмірдің өзі насихат. Қазіргі көп қарындастарымыз, әпкелеріміз бар ғой, 50 мыңға, 60 мыңға бір тренингтерді сатып алады. Шығады. Шыққаннан кейін жаңағыны пәленше дейді. Сөйтеді да ол келеді. Сосын кейін бір күн, 2 күн жақсы жүреді. Не айтты десең, күшті айтты дейді, болды. Бірақ астында не жатқан білмейді, күшті айтты дейді жаңа. Барлығын анау 50 мыңға, 60 мыңға барасын, 1 сағат, 1,5 сағат тыңдайсың, қайтасың. Соның орнына өзіңізге қажет кітаптарды алып, соны өзіңіз босаған кезде оқып, соны ұл қыздарыңызға бөліссеңіз, сол міне. Жетістіктің жетістігі осы негіз бізде. Біз қазір қоғамда бір адамға мұқтаж болып қалғанбыз, ақыл айтатын адамға мұқтажбыз. Алла рахметін алсын, Бауыржан ұстазымыздың сөзі бар ғой, әркімге ақыл айта бермеңдер, өздеріңе жетпей қалады деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтқандай, адамдар қиямет жақындағанда дейді, білімге разы болады, амалға разы болмайды дейді. Білімге разы болады, амалға разы болмайды дейді. Мынау шынайы мұсылман кім десе, жалпақ тілмен айтқан кезде практикасы мен теориясы бір болған адам. Теория бойынша басыңызда 10 хадис болса, теория бойынша, практика бойынша 0 болатын болса, біз білеміз енді, амал ету керек, орамал тағу керек, етек қысқарту керек, анау жабыстырып кимеу керек, орамал көкірек кейін түсіп тұру керек, бәрін білеміз жаңа. Бірақ амалға практика келгеніміз жоқпыз біз. Енді орамал тағып жүрмін енді. Кім тақпай жатыр, астына шалбар киіп ала саламыз. Көкірек кейін парыз бойынша түсірмейміз, жаңа Майда сүресін айтқан. Етек мынау ашық, алба жұлба. Бұл теория бойынша білеміз, бірақ практика бойынша 0. Теориясы мен практикасы бірдей болмаған адам кім? Мұнафық. Ал практикасы мен теориясы, теория бойынша 10 хадис болса, сол 10 хадиске практика бойынша амал жасаса, сол адам шынайы мұсылман. Сол сияқты біз бірінші орында не істеуіміз керек? Бірінші орында өзіміз амал етуіміз керек. Бірінші орында сізбен біз дұрыс қызмет етуіміз керек. Дұрыс қызмет ететін ұрпақтарды алып келуіміз керек. Бірінші амал бізде. Сол үшін әпкелер, қарындастар, жалпы шарт түсінікті болған шығар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұраңыздар. Бір адамның біз негізі осы салауат несін бастаған кезде мынандай нәрсе ғой, осын проекті енді анау мақсаттен сызылады, жазылады ғой жаңа. Проекті негізі бұл қанша уақыттан бері жылдан асқан бұл істелу керек болған негіз. Жылдан аса уақыттан бері істелу керек болған, бұның планы жылдан аса уақыттан бері сызылып қойған негіз. Сонда осы арқылы осы 43 адамның ішінен бір адамның дұғасы қабыл болып, сол адамның дұғасы арқылы қарасаңыз, мынаншама тарихты біліп, өзінің болашағы үшін, ұрпағы үшін, Раббысының разылығы үшін бір адамның дұғасы сонда. 15 күні білеміз кімнің дұғасы екен. Бұған ілінген адам бақытты адам ғой. Бұны алған адам. Қаншама адамдар бар, барып жатыр ғой. Қаншама адамдар барып жатыр. Алла дұға қылған адам әртүрлі себеппен алып барып жатыр. Біреу жағында билет шығып қояды, бірақ бір себеп болып қалып бара алмай қалады, орнына басқа біреу кету керек болады, біреу жағында біреуге себепкер болады, барады деген сияқты. Бірақ мына себеппен бара жатқан адам Алланың алдында бір амалы, Раббысы бір амалын жақсы көретін адам отайын деп тұр ғой бұны. Себебі білесіздер ма? Алла бір құлын жақсы көрсе дейді, бір құлының бір амалын жақсы көрсе, періштелерге айтады екен. Мен мына құлым, мына амалын жақсы көріп тұрмын, соны жақсы көріңдер. Періштелер жер бетіне түсіп адамдарға айтады дейді. Раббысы мына бір амал үшін мына кісіні жақсы көріп тұр, сендер жақсы көріңдер деп. Ал енді сіз ойлаңыз енді. Енді мынау екінші мысал, Раббымыз бір құлын жек көрсе, бір амал үшін жек көрсе, періштелерге айтады, періштелер жер бетіне түсіп адамдарға айтады дейді.
Енді сіз ойлаңыз, туған туыстың арасында, дос жаранның арасында бір ауыз сөз, өткір сөзіңізбен тоқтата алатын, сіздің алдыңызда харам нәрсе істей алмайтын дәреже жетсеңіз, ортаңыз сондай болатын болса, сіз біліңіз, сіздің бір амалыңызды Алла жақсы көреді. Ал енді ортаңызда сыйсыз болсаңыз, апсындардың арасында бір жағында бір көсекші, бір жағында шағыстыра береді, адамдар тұрыстыра береді, екі адам басын қоспайды, бұл жағында осындай деген сияқты бір сипат алатын болсаңыз, сіз біліңіз, Алла сіздің бір амалыңызды жек көреді. Біздің орта бізді көрсетеді. Ортамыз бізді жақсы көру, жек көру, ол Алланы жақсы көру, жек көру.